Осы уақытқа дейін біз электрондық конфигурацияларды анықтауды аздап үйренген едік. Бұл конфигурацияларды периодтық кестенің топтарындағы элементтерге қалай қолданатынымызды және реакцияға түскен кезде бұлар қалай өзгеретінін көрейік. Ол үшін мысалға литийдің электрондық конфигурациясын жазып көрейік. Жалпы литийде ең бірінші қабатында 2s электроны бар, яғни оны 1s2 деп жазамыз. Және екінші қабатында жалғыз бір электрон бар, ол бізде s электроны, яғни 2s1 болады. Және кейде тезірек жазу үшін біз қажет элементтің оған дейін тұрған асыл газбен конфигурациясы бірдей екенін көрсетеміз. Мысалға литийді алатын болсақ, оның алдында тұрған асыл газ бізде гелий. Демек, литийдің электрондық конфигурациясы гелийдің конфигурациясымен бірдей. Бірақ қосымша екінші қабатында 1s электроны бар деп жазады екенбіз. Жалпы осылай кез келген элементтің конфигурациясын жазсақ болады. Келесі кезекте темір элементін қарастырайық. Бастан бастап 1s2, 2s2 және 2p6 деп жазудың орнына біз былай істейік. Темірдің алдында тұрған асыл газды қарастырайық. Яғни темірге дейін орналасқан асыл газ ол бізде аргон. Демек, аргонды 4 бөлікті жақшысаға осылай орналастырайық. Енді одан кейін бізде 4-ші деңгей ашылады. Міне 4-ші период бізде 4-ші деңгей, яғни 4s орбиталында 2 электрон және ары қарай санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни бізде d орбиталында 6 электрон орналасады екен. Осы кезде маңызды ескере кететін бір жайт бар. Біз жалпы d деңгейіне жеткен кезде, немесе d элементтеріне жеткен кезде, біз алдыңғы қабатты толтырамыз. Демек, 4-ші қабаттың алдындағы қабат бізде 3-ші қабат қой. Демек, осы d орбиталь ол осы 3-ші қабаттың d орбиталі болады екен. Яғни, сіздерде бұл жақта енді сұрақ туындауы мүмкін. Неге олай? Неге біз ары қарай 4d деңгейшесін толтыра бермейміз? Неге керіс шегінуіміз керек? Бұл сұраққа жауап беріп көрейік. Меніңше, атом ұлғайған сайын, яғни үлкенірек болған сайын, алдыңғы орбитальдардың арасында бос орындар көп бола бастайтын сияқты. Оның тақтаның бетіне түсіріп көрейік. Міне мына жақта мысалға бірінші қабаттан басталады барлығы. Бірінші деңгейде бізде s орбиталі орналасады, және екінші қабатта да s орбиталь тура солай шарп пішінді. Және келесі бұл жақта бізде екінші p деңгей. Міне біздің p электрондарымыз шамамен осылай орналасады. Одан ары қарай бізде үшінші қабат, яғни үшінші деңгей ашылады. Үшінші қабатты салып қояйық. Мынау бізде үшінші қабат. Одан кейін s электрондар тура солай бізде шар тәріздес, және мына жақта p электрондар орналасады. Жалпы бұл жақта әрине менің суретім ол толыққанды шынайы деп қабылдамаңыздар. Электрондар шын мәнісінде бұлай орналаспауы мүмкін. Бірақ бұл жерде бізге ең маңыздысы кішкене бұл жақтарды визуалды түрде қарастыру. Міне бізде үшінші деңгей аяқталды. Келесі деңгей бізде 4-ші s деңгей, міне 4-ші s деңгей міне осы. Қазір мына жақта шатасып қалмау үшін міне әрқайсымен аттарын жазып қойайын. Мына бізде 4-ші s орбиталь. Мына көк тұрған ол бізде 3-ші p орбиталь. Мына қызыл түспен берілген бізде 2-ші p деңгей, және мына орталығында тұрған ол әрине бізде 2-ші s орбиталь болып табылады. Яғни міне қараңыздар, атомдар ұлғайған сайын міне алдыңғы орбитальдарда бізде бос орындар міне орналасады екен. Яғни міне мына жақта бізде 3-ші d орбиталь орналасады. Міне 4-ші s орбиталь міне ең сыртқы жасылмен орналасқан. Және мына жақтарда міне бос қуыстар бар. Бос кеңістік бар бұл жерлерде. Алдыңғы орбиталь. Міне осы бізде шамамен 3-ші d орбиталі болып келеді. Яғни міне осы бізде 3-ші d орбиталь. Ал одан кейін ғана барып бізде 4-ші p деңгей ашылады екен. Міне мынау шамамен 4-ші p орбитальдар осылай орналасады деп елестетеміз. Міне бұның барлығы міне жай ғана интуиция, жай ғана елестету деп ескерулеріңізді сұраймын бұл жерде. Жалпы барлығы түсінікті деп ойлаймын, бұл жақта.
не үшін біз төртінші периодта артқа қарай шегініп үшінші қабатты толтырамыз? Себебі бізде атомдар ұлғайған сайын алдыңғы орбитальда бос кеңістіктер көбейеді. Сондықтан біз соларды толтырады екенбіз. Онда жаңағы біздің темірдің конфигурациямызға оралайық. Жалпы бұл конфигурация жазудың ең оңай жолы болып табылады. Жалпы бұл конфигурациялар бізге не үшін қажет? Бұны не үшін жазамыз деген сұрақта туындайтын шығар. Жалпы біз конфигурациялар арқылы элементтің сыртқы қабатындағы электрондардың, яғни валенттілік электрондардың санын анықтауға болады. Литийдің мысалында бізде валенттілік электрондар саны біреу ғана, яғни литийдің сыртқы қабаты ол екінші қабат, және онда бар жоғы бізде бір ғана электрон орналасқан. Сонымен бізде бірінші топтың барлығында, бірінші топтың барлығында бізде валенттілік электрондар саны бірге тең деген сөз. Ал енді темірді қарастырайық. Темірдің сыртқы қабатында қанша электрон бар? Естеріңде болсын, жалпы бұл жақта темір бізде төртінші периодта орналасқандықтан, оның ең сыртқы қабат нөмірі де 4-ке тең. Яғни бұл жақта бізде темірдің 3D электрондарының энергиясы жоғары болғанмен, көп энергия бізде сол жаңағы бос кеңістікке ығыстыру үшін жұмсалады екен. Көп энергия соған жұмсалады. Демек бізде мына төртінші периодтағы D элементтерінің ең сыртқы қабаты бәрібір төртінші қабат болып табылады екен. Және ондағы валенттілік электрондардың саны бізде 2-ге тең. Екеу, яғни 2 валенттілік электроны ғана бар. Бұл нәрсе өте маңызды. Сәйкесінше мына жақтағы барлық D элементтерінде, яғни периодтарын қарамастан, бәрінің сыртқы қабатында 2 электрон болады екен. Мысалға мына жақта 5-ші периодтағы элементтерді қарастырайық. Рубидий бізде 5s1, стронций 5s2 және итриге келген кезде бұл бізде D элементі. Демек біз 5-ші деңгейде емес, 4-ші D деңгейді толтыра бастаймыз. Сәйкесінше сыртқы қабаты бәрібір 5 болып қалады, ал онда бар жоғы 2-ақ электрон бар. Демек бұл жақтағы міне барлық D элементтерінің сыртқы қабатында 2 электрон болады екен. Мына екінші бағандағы, яғни мына екінші топтағы валенттілік электрондар саны да бізде 2-ге тең. Ал мына топ ше, міне мына бірінші топ. Бұл жақтағы валенттілік электрондардың саны барлығы 1-ге тең болады екен. Маған сенбесеңіз, мына сутек элементін қарастырып көрейік. Сутегі элементінде бізде бар жоғы бір ғана электрон бар, және ол S орбитальда орналасқан, яғни 1s1. Ең сыртқы қабат ол бірінші қабат, және ода бір ғана электрон бар екен. Демек, мына жақтағы барлық бірінші топтың элементтерінде валенттілік электрондар саны 1-ге тең болады екен. Келесі мына жақтағы элементтерді қарастырайық. Жалпы бұл жақта міне бор бізде 3-ші топ болғандықтан, бұл бізде валенттілік электрондар саны 3-ке тең. Ары қарай көміртек топшасында 4, 5, 6, 7 және мына жақта асыл газдарда 8 валенттілік электрондары болады екен. Жалпы мына жақта тағы да D элементтерін бір қайталап өтейік. Мысалға міне скандияға келетін болсақ, біз мына жақта 4-ші период 4s1, 4s2 және одан кейін бір қабат төмен түсіп, яғни 3D орбитальдарын толтырады екенбіз. Ал ары қарай мына галлийге келгенде біз қайтадан 4-ші деңгейге оралып, бірақ енді P орбиталін толтырады екенбіз. Міне осы нәрсені ұмытпағандарыңыз жөн. Жақсы, онда ары қарай жалғастырайық. Жалпы қалай элементінің электронды конфигурациясын қарастырайық. Біз тура солай қалайға дейін орналасқан асыл газды анықтайық бірінші. Ол әрине бізде криптон. Демек, конфигурациясы оның криптонның конфигурациясына ұқсас. Бірақ қосымша тағы да бізде электрондар бар. Олар бізде міне 5-ші периодта, жазайық кәне, 5s2, міне 5s2. Одан кейін ары қарай бізде D орбиталь ашылады. Жаңа естеріңізде болса, біз айтқан едік, біз бір қабат төмендейміз. Яғни 4-ші D орбиталь, міне санап шығайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Яғни 4-ші D орбитальда бізде 10 электрон орналасады. Және біз қайтадан 5-ші деңгейге көтеріліп, бірақ енді P орбитальдарын толтырамыз. P1 және қалайының өзі P2.
Демек қалайының конфигурациясы міне осындай болады екен. Сонымен қалайының валенттілік электрондары немесе сыртқы қабатындағы электрондар саны қанша? Сыртқы қабаты қайсысы бұл жерде? Әрине ол 5-ші қабат. 5-ші қабат бізде сыртқы. Демек бұл жерде бізде 5-ші міне S орбиталі ол сыртқы қабат болып саналады. Және мына жақтағы 5P орбиталі бізде сыртқы қабат болып саналады. Ал мына жақтағы 4D оны шатастырып алмаңыздар. Ол бізде сыртқы қабатқа жатпайды. Сыртқы қабат бізде периодтың нөміріне тең. Яғни валенттілік электрондарды қарастырайық. Міне бұл жақта 2 электрон бар және мына жақта 2 электрон. Яғни жалпы 4 валенттілік электрон бар. Міне қарасаңыздар, ол топ нөміріне сәйкес келеді екен. Сонымен валенттілік электрондар ең маңызды электрондар болғандықтан біз тек сол электрондарды көрсетіп салуымызға да болады. Мысалы сутек үшін, міне мысалы сутектің конфигурациясын алайық, ол бізде 1s1. Сутегінде бізде жалғыз бір ғана валенттілік электрон бар. Демек біз оны бұлай көрсетуімізге болады, Жарайды, енді сутекте жалғыз ғана электрон бар. Мысалға темірді салып көрейік. Темір. Жалпы темірді қарасаңыздар, міне конфигурациясы көз алдарыңызда. Бұл жақта ең сыртқы қабат ол бізде 4-ші қабат және ода 2 электроны бар. Сыртқы қабатында. Демек біз оны бұлай көрсете аламыз деген сөз. Келесі көміртекті салып көрейік, Көміртек бізде периодтық кестеде 14-ші топта немесе 4-ші А топта орналасқан. Демек бұда бізде 4 валенттілік электроны бар деген сөз. Оны біз бұлай жұптастырып орналастырсақ болады. Немесе керісінше бір электроннан жұптастырмай осылай сызып көрсетсек те болады екен. Сонымен бірінші топта бір валенттілік электрон. Асыл газдар деп аталатын мына 8-ші топта, немесе 18-ші топта 8 валенттілік электроны бар екені белгілі. Бірақ бұл маған заттардың қалай әрекеттесін түсінуге қалай көмектеседі? Жалпы кез келген атом өзінің сыртқы қабатында 8 электрон болған қалайды. Бұл сан өте маңызды, 8. Және бұл октет ережесі деп аталады. Демек бізде кез келген атом өзінде 8 электрон болғанын қалайды сыртқы қабатында. 8 электрон. Жалпы сыртқы қабатта 8 электрон болуы атомдардың ең тұрақты конфигурациясына, немесе басқа сөзбен айтқанда, энергиялық тұрғыда тиімді болып саналатын конфигурация. Неліктен 8? Жалпы бұл ойлануға тұрарлық сұрақ. Бірақ енді бұл табиғаттағы тұрақты фундаменталды бір шамалардың бірі болып табылады. Мен бұл туралы әрине аздап ойланған едім, бірақ жалпы атомдар бір-бірімен байланысып, сыртқы электрондар саны 8 болғанда олар тұрақты күйге ауысады. Яғни белсенділігі төмендеп қалады. Бір-бірімен реакцияға түскісі де келмейді. Бірақ толығымен мен бұл сұрақтың жауабын нақты сіздерге айта алмаймын. Шынымды айтсам, егерде кімде-кім неге 8, шынымен неге 8 деген сұраққа жауап бере алса, оған физика немесе химия саласында жақсы мансапқа қол жеткізуге болар еді деп ойлаймын. Бірақ тәжірибе жүзінде атомдардың сыртқы қабатында 8 электрон болғанын қалайтыны дәлелденген. Мысалы, бұл ережені дұрыстырақ түсіну үшін мен мысал ретінде калий элементін қарастырайын. Калий. Жалпы калий бізде бірінші топта орналасқандықтан, оның бізде бір ғана валенттілік электроны бар. Және бұған қарама-қарсы элемент ретінде мен хлор атомын алайын. Хлорда бізде ең сыртқы қабатында 7 электроны орналасқан. Міне бұларды белгілеп қойын. Міне 7 электроны бар. Жалпы калийді алып, хлормен әрекеттестірсек, не болуы мүмкін? Калий конфигурациясы мен хлор конфигурациясы. Натрий мен хлор конфигурациясы. Жалпы бұл жердегі литийден францияға дейін бізде бірінші топ сілтілік металдар деп аталады. Бұл жақтағы сутек сілтілік металына жатпайды. Жалпы бұлардың не үшін металға жататынын біз келесі видеода қарастыратын боламыз. Жалпы бұл жақтағы сілтілік металдар, яғни литийден францияға дейінгі элементтер үнемі электронын беріп жібергісі келеді. Әсіресе мына жерде міне қызылмен көрсетілген элементтер
мына жақта тұрған 7-ші топқа, яғни галогендерге өздерінің электрондарын бергісі келіп тұрады. Ал галогендер өз кезегінде осы электронын өздеріне қосып алғысы келеді. Енді жалпы бұл жақта сутектің не үшін ерекше жағдай екенін бір себебін қарастырып өтейік. Жалпы сутек бұнда бізде бір ғана валенттілік электроны бар деп айтқан болатынбыз. Жалпы элементтердің сыртқы қабатында электрон саны 8 болған қалайды деп айтып едік қой. Бірақ бізде ол ережеге бағынбайтын бізде екі элемент бар. Ол осы сутек пен гелий, яғни бірінші периодтың элементтері. Оларға жалпы сыртқы қабатында екі электрон болғанның өзі жеткілікті. Әрине сутекке бір электрон беріп жіберсе де болады. Бірақ ол бір электрон қосып алып, өзінің сыртқы қабатын гелийдікіндей болғанын қалайтын еді. Ал бірақ мына жақтағы сілтілік металдардың барлығы бізде электронын беріп жіберуге дайын элементтер. Жалпы химияда металдық қасиет деп электронын беріп жіберу қасиетін айтады. Қалай болғанда да қазіргі біздің уақыт аяқталды. Келесі видеоларда біз периодтық кестенің топтарын және олардың орналасу реттілігінің мағынасын талқылауды жалғастырамыз.